여러분, 안녕하세요. 안녕하세요. сәлеметсіздер ме кеш жарық. Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің атым Айғаным. Корей тілін мұғалімі. Корей тілін үйретемін. Корей тілінен сабақ беремін. Бұл каналда біз корей тілін үйренеміз. Алдыңғы сабақтарда біз корей тілінің хангыл алфавит, хангыл яғни жамоун, дауыссыз дыбыстар, дауыссыз дыбыстардың оқылуын, қалай оқылады және қалай жазылады, жазылу принциптерін үйрендік. Бұл сабақта саңчарун, қосарлы дауыссыз дыбыстарды үйренеміз. Корей тілінде қосарлы дауыссыз дыбыстар, 5 қосарлы дауыссыз дыбыстар бар. Жақсы, олардың оқылуын қарайық. Қосарлы дауыссыздар. Қосарлы дауыстар біріншіден г-ны қалай дыбыстаймыз? Саңкио г-ны ерінді қатты кереміз, созамыз и г-ны дыбыстауға тырысамыз. Бұл дыбысталған кезде ешқандай ауа шықпау керек. г-ны 까먹었다, 까먹은. Келесі саңтигіт, 딸. Жақсы, саңпиып кернелген п, 빵빵이. келесі 쌍시옷, 쌍둥이, егіздер айтатын болса 쌍둥이. 쌍지읒, енді тез мысалы айтылатын болса, енді орыс тілінде де ц-ға келеді. Қазақ тілінде біз оны және ж. Жақсы, тағы бір қайталап өтейік. Саңкиок, г, саңтигіт, т, саңпиып, саңшиот, с, саңчиет, ж. Жақсы, енді келесі бұл сіздерге үй жұмысы. Мұна қосарлы дауыссыз дыбыстарды дауыссыз дыбыстармен қосып, жазып, оқып көріңіздер. Бірінші жазамыз, қалай жазылу керектен, бір линияда жаза берсеңіз болады. Бір жолда қада, тада, паң, сада, жада, қожида, қожо. Ол бір сөз өте жаман сөз. Енді жаман сөз емес, енді кетәрі деген кезде қожо, 따지다, 빵빵이, 써다, 짠하다. және де басқа дыбыстармен, дауысты дыбыстармен жазып, соны дыбыстап көріңіздер. Дыбысталу біраз жаттығуымыз керек. 야, 샤, 자, 거, 떠, 뻐, 써, 자. Осылай біраз жаттығуымыз керек. Бүгінгі сабағымыз осымен бітеді. 오늘의 수업은 여기까지고요. қосарлы дауыссыз дыбыстар өте қиын емес, дыбысталу өте қиын емес, сөздері де көп емес, бірақ кей кезде мысалы шатыстыруымыз мүмкін, кәдімгі жай, мысалы б-мен п-ны, 빵, 그때는 너무 헷갈릴 수 있어요. 그래서 осылай шатыстырмау үшін бізге біраз жаттығу керек. Сау болыңыздар. Бүгінгі сабақ осымен бітеді. Келесі кездескенше аман болыңыздар.